Қозғалыс кез келген дәрінің орнын баса алады. Сен маған қандай тамақ ішетініңді көрсет. Мен саған қандай ауруың бар екенін айтамын. Тегін емделме. Тегін емделсе дәрігердің, тегін емделсе науқастың қадірі кетеді. Дене шынықтыру қартаюмен күрес. Оған қарсы тұрар қуат құрал. Былайша айтқанда жасару құралы. Серуендесем, шомылсам, жасара түскенімді. Дене қимылым арқылы миымды тынықтырып, сергігенімді сеземін. Тойшылдық, даңғарашылық және жұмыссыздық адамды құрдымға кетіріп, денсаулығынан айырады. Ауру өздігінен пайда болмайды. Ол үнемі табиғат заңдылықтарын бұзғаннан пайда болып, жылдар бойы жинақталып, денеңізде ауру ретінде көрініс табады. Дәрігер емдейді, табиғат айықтырады. Тұрып қалған суды ішуден сақ бол, себебі ол көптеген аурулардың пайда болуына әкеп соғады. Бойыңызда пайда болған аурулар сіздің өмір сүру салтыңызға байланысты екенін ұмытпаңыз. Емделуді ешқашан кейінге қалдырма, кешіктірме. Дәрігер емдей алмаса, онысын мойындап, науқасқа зиянын тигізбесін. Ауруды емдеуден бұрын оның пайда болу себептерімен күресіңіз. Шектен тыс ұйқысыздық пен ұйқышаңдық жақсылықтың белгісі емес. Денім сау болып, бақытты өмір сүремін десеңіз, күнделікті спортпен шұғылданып, жаяу жүрумен көп айналысыңыз. Ақыл ең жақсы емші. Егер де сіз өмір сүру дағдыңызды өзгерткіңіз келмесе, сізге ешкім көмектесе алмайды. Медицина әлемдегі ең мейірімді өнер түрі. Адамның миында көптеген аурудың себебі бар. Кез келген артық нәрсе адамның табиғатына қарсы. Қатты тойып тамақ жемеңіз, өйткені шектен тыс нәрсенің бәрі умен тең. Маскүнем ата-анадан ауру бала туады. Адам бойында ұзақ сақталған үрей мен мұңның соңы оны ауруға әкеп соғады. Себепсіз әрі үнемі шаршау аурудың бірден бір түрі. Барлық нәрсе өз орнымен болғаны жақсы. Барлық нәрсені өз орнымен қолдана біліңіз. Өйткені ауру тепе-теңдікті ұстамағаннан пайда болады. Кейбір науқастар дәрігердің мықтылығына қарап, оған үлкен сенім артады. Және сол сенімнің арқасында ауруларынан құлан таза айығып кетеді. Мазасыз ауа райы науқас адам түгілі сау адамға да әсер етеді. Көпшіліктің ойынша біздің ренішіміз бен қиналысымызды жүрек сезеді деп түсінеді. Бірақ жүрек ондай сезім қабілетіне ие емес. Бойымызда болып жатқан барлық нәрсені сезетін ол біздің миымыз. Дәрігер жаны таза, мейірімді болуы керек. Өйткені науқастар мейірім мен қамқорлыққа зәру. Дәл сол сенім науқастың ауруынан айығып кетуіне үлкен себепші болады. Жаныңыздың тыныш болуы, көп еңбектену денсаулығыңыздың кепілі. Егер де науқас адам тәбеті мен рухын биік ұстаса, онда ол көп ұзамай міндетті түрде сауығып кетеді. Ұйықтай алатын болсаңыз, онда ауруыңыз қорқынышты емес.
Кейде ең жақсы дәрі оны мүлде қолданбау. Дертке шалдыққанша денсаулықтың қадірін ешкім білмейді. Біздің бақытымыздың 10-нан 9-ы денсаулығымызға байланысты. Жігіттің дені сау болса, сол дәулет. Бас аман болса, бөрік табылады. Алдын ала емделгеннің есесі кетпес. Тәннің ләззаты саулығында, жанның ләззаты білімінде. Жан ауырса, тән азады, қайғы басса, жан азады. Демі бардың, емі бар. Есте сақтау мен жүйке жүйесінің саулығын ойласаңыз, физикалық жаттығу жиі жасау қажет. Қазір жүгірмесеңіз, ауырғанда жүгіруге тура келеді. Дене шынықтыру жаттығуы тек жастарға арналған емес. Сол себепті кез келген жастағы адам дене шынықтыру жаттығуымен айналысуы керек. Жаяу жүрем дегенше ұзақ өмір сүремде, жүгі ауыр болса да жүрекке тәуір. Жаттығу жасаған адам медицинасыз-ақ емделе алады. Басыма құнды ойлар мен оны жеткізудің көркем тәсілі жаяу жүрген кезде келеді. Денесін жаттықтыру арқылы адам дені сау, төзімді, епті болмақ. Ақыл ойыңды, еркіңді осылай шыңдау қажет. Жаяу жүрсем, ойымды жинақтап, жаңа идеяларға шабыт аламын. Ал тарп етпей отырғаным, ойлаудан қалғаныммен бірдей. Денемнің қимылдағаны жөн, сонда ақылда алғыр болады. Арақ ішіп темекі шеккен денсаулықтың түбіне жетеді. Ауырсаң сау бол, ауырмасаң сақ бол. Ашу бар жерде ауру бар. Ауру адам үшін алтын төсек те ыңғайсыз. Денсаулық пен бақыт бөлек өмір сүрмейді. Ауруын жасырған өліммен ойнайды. Науқас үшін бал да ащы. Адам денесінің жетілуі оның денсаулығы. Егер денің сау болса, онда оны сақтамақ керек. Ал егер сау болмаса, онда денсаулықты жетілдіру керек. Тісі ауырғанның көңілін сұрамайды. Тазалық саулық негізі, саулық байлық негізі. Дана көптен шығады, дәрі шөптен шығады. Көп жасау деннің саулығы, бақытты болу адамның өз қолындағы іс. Дені сау адам табиғаттың ең қымбат жемісі. Сау адам біреудің жарасы ауырып отырғанын білмейді. Денсаулық байлықтан қымбат. Әрбір ауру адам өз ауруымен жапа шексе, оған тағы қорқыныш қосылады. Біз организмімізге немқұрайлықпен қараушылықтан өз өмірімізді өзіміз қысқартамыз. Жазылудың ең негізгі шарттарының бірі жазылуға деген құлшыныстың болуы. Егер сіздің іс-әрекеттеріңізде жазылуға деген құлшыныс болмаса, жалғыз дәрігердің күш-жігері нәтиже беруі екі талай. Режим мен еңбек денсаулықтың кепілі. Айғар аурудың тәуібі өзі келеді. Деніңіз сау болып, бақытты ғұмыр кешіңіз. Каналға тіркеліп,
лайк басуды ұмытпаңыз.